көшбасшылықтың теориясы мен тәжірибесін түсініп, жеке кәсіби тәжірибем арқылы өмір бойы білім алуға үлгі болып, мектепті жетілдіруде сол білімімді қолданамын. Мектеп жас ұрпаққа білім, тәрбие беретін мекеме. Білім беру жүйесінің негізгі буыны. Ал оның қызметінің табысты болуы мектеп директорының жұмысының тиімділігіне байланысты. Менің көшбасшылық ұстанымым: ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек. Көшбасшылықты іс-әрекетте мынандай механизмдер арқылы іске асырамын. Стратегиялық көшбасшылық, әділдік пен ынтымақтастық, этикалық әдеп пен мәдениет сақтайтын, дәстүр мен өзара құрмет көрсетіп бірге дамитын, шығармашылдық, жаңашылдық, бірлескен жұмыс қағидатын қолдайтын, сол ортада тиімді қызмет етуге үйрететін стратегиялық даму жоспарын құрдым. Күтілетін нәтиже мұғалімнің құзыреттілігін арттыру, жетістікке жетелеу. Трансформациялық көшбасшылық. Заманауи инновациялық технологияларды мұғалімнің шығармашылық іс-әрекетіне енгізу үшін кәсіби қоғамдастық жұмысын жаңғырттым. Өйткені мұғалімнің өркениеттілік деңгейі оның жаңашылыққа ашықтығымен, өзіне жаңа элементтерді тарта алуымен өлшенеді. Келешекте жалпы құндылықтар мен жаңа идеяларына бағдарланған трансформациялық көшбасшылықтан күтілетін нәтиже табысты мектеп оқушысын қалыптастыру. Харизматикалық көшбасшылық. Оқушыларды, мұғалімдерді, қызметкерлерді және өзіңді қоса алғанда мектептің әрбір мүшесіне жоғары стандарт белгілеп, уақытылы жігерлендіру, ынталандыруды жүргіздім. Мен бүкіл оқушы мен ұстаздарының мүмкіндіктерінің бірдей екенін талап ете келе, оларға үміт артамын, сенемін, бағалаймын, мақтан етемін. Нәтижесінде көшбасшылық ықпалым күшейтілді, оқу тәрбие үдерісі белсендірілді, білімге құштарлық артты, білім сапасы көтерілді. Бөлінген көшбасшылық. Көшбасшылық өкілеттіктерді басқаларға жүктей отырып, ашық командалық жұмысқа тарттым. Бірлесе шешім қабылдау, қарама-қайшылықтарды жою, жағдаяттарды шешу, тиімді басқарудың кілті болды. Қарым-қатынас іскерлік артып, өзара сенім қалыптасты. Нәтижесінде мектептің әлеуеті артты. Бізді не ерекшелендіреді? Өзгелерге жол көрсете алу, ұйымдағы ортақ бағытты ұстану, дұрыс шешім қабылдау, мақсатқа жетуде болашақты көру, кедергілерді бірге жеңу, білікті, іскер, мобильді болу, көшбасшымызды қолдау. Көшбасшылықта ақыл, қайрат, жүректі бірге ұстаса, алынбайтын қамал, бағындырылмайтын белес жоқ.